Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бюджетный вариантта өте оңай жасалынатын, қолжетімді заттардан тұратын, өте дәмді шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, шым-шым тұз және де қантымызды салып, миксермен ағарғанша миксерлеп аламыз. Осылай аппақ болып 2 есе көтерілуі керек. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізді құямыз, қайтадан миксерлейміз. Содан кейін електен өткізілген ұн, какао және де разрыхлителімізді салып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Осындай қоймалжың әдемі масса шығуы керек. Бисквитімізді құятын формамызды дайындап аламыз. 24 диаметрлі дөңгелек формамыздың астына фольганы орап, осылай дайындап қоямыз. Содан кейін массамызды құйып, алдын ала қыздырылған 180 градус пешімізге 40-45 минут салып пісіріп аламыз. Бисквитіміздің толық піскенін шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Суығаннан кейін формасынан шешіп аламыз және де шпажкамен бірнеше жерінен тесіп дайындап қоямыз. Сүт пен сгущенканы ысытып, пропитка дайындап аламыз. Дайын болған пропиткамызды осылай бисквиттің бетіне аз-аздан құйып шығамыз. Бисквит пропитканы бойына толығымен сіңіріп алғанша бөлме температурасында қойып қоямыз. Содан кейін ғана бетіне шоколадный ганашымызды жағып шығамыз. Енді ганашымызды дайындауға кірісеміз. Сүт пен сары майды микроволновкада ысытып аламыз. Содан кейін шоколадымызды салып, толық біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. 72,5 немесе 82,5% сапалы сары май пайдалансаңыздар, ганаштарыңыз өте дәмді болып шығады. Дайын болған ганашымызды бисквитіміздің бетіне осылай толығымен жағып шығамыз. Осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ореқтарды бетіне сеуіп шықтым. Холодильникке жарты сағат салып, содан кейін ұсынсаңыздар, пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.